анау ММДен өткізді ма? Иә. Біреу өтсізді. Біреу қалған ба? Иә. Екеу ма? Онда мен тағы бір рет бастым. Сіз қанша өтсізсіңіз? Мен біреу бастым. Болды ғой? Екеу ғой как раз. Все. Болды ма? Çok паузу. Мен телефон сенде ба? Иә. Оплатить. Пакет. Сколько пакетов? 2. Мынау бүйтуші еді ғой. Да. Пакетің 10 теңге болған ба не? Мыналар неме? Күнде қоса тұр ма? QR код, Мына жерден төлейді қазір. Давай. Төлесек? Менде жоқ телефон. QR сиде ғой. Смолға келгенбіз. Малымыз шығып жатыр. Ай көркем. Тастамасай жерге. Қызым. Ай көркем. Түрлеріне болайын. Жаңағы не дейді? Не пісіріп жатсыңдар дей ма? Сода сұрап түсіредім екен. Демал демейін ба? Ішінде ойыншығын жейін деп жатыр. Ол жеуінбейді ол. Ішіндегіні ашамыз, әкел ашып бер. Не бар ішінде? Көй шығып кетті ғой мен аузына саған. Ох ты. Что там? Робот. Ой. Қалды бір деталі. Шоколад алған, соны жеп шықсын деп жатырық. Комыт киінеді ғой қазір. Мынау Смол деген супермаркет. Біздің үйдің жанында. Өте күшті супермаркет ішінде бәрі бар. Болмайтын мына. Мына 2 пакет алдық. 10 000 теңге төлеп шықтық. Қазір үйге бара ке көрсетем не алғанымызды. Қоблан. Бағасы страшно. Бұл еще скидкамен, еще супермаркет болғаннан кейін скидкамен. Обычно магазинге кірсең вообще цены ужасные. Шапкам күшті ма? Тастарын өзім істеп ағам ғой, тігіп ағам қолдан. Перчаткам бар, тоже оған осындай тік болған. Боянбасам түрін бір түрі. Қайтамыз жүріңдер, ей? Үстеріндегі неудобно. Комбинезоны. Жүріңдер, кеттік. Мына, қайтып баратырмыз. Мына папасын қолында. Отырмайын дейді. Мынау коляска же. Алғанымыз 2 пакет. Ішінде дымда жоқ. Санаулы картошка, санаулы 9 000 бір нәрсе, 10 000-ға жуық болды. Еще памперс алған жоқпыз бүгін, кеше алып қойғанбыз. И смесь алған жоқпыз. Памперстің сместің өзіне 10 000-нан аса кетеді егер пачкамен алатын болсаң. Осындай қалай дайшы өмір сүреміз, қалай дайшы білмеймін. Не болатын бір Аллаға аян. Осындай күйге салып қойған ғой. Біздің құрметті өкімет. Құрметті де аяулы ұры қары өкімет.
Ал, енді көрсетіп тастайық не алғанымызды. Мынау Бауыржан жұмыста жегені. Пияз 328 теңге. Мынау болгарский перец көк 600. 2 штук 629 теңге. Бүгін лагман істейміз деген ғой. Мясо говяжий. Килосы 3690 теңге, 1395 теңге шықты. Біз ана күндегісін күнде аламыз дейді. Не алмаймыз шы. Соғым деген ауылдан алу керек. Мынау редька 114 теңге. Картошка 285 теңге. Мынау обязательно. Дизи қанша жан? 315 теңге, я? Или көтерілді ма? Бар? Дизи қанша? 400 болды ма не? Мынау туалетная бумага 170 теңгеден. Екеу алды. Потом мына балдардың әмәндеміз ғой. Бұның өзіне де 1000 теңгеден аса кетеді, ана киімдерімен бірге. Балам жақсы көреді аны. Хайнсты бар ғой, кетчупты. Ой, жақсы көреді. Мынандай соғың, мынау 2 пюре ғой енді. Яблочный персик, яблоко, персик, фруктовое пюре. 300 бір нәрсе теңгеден. Ол үшін екеуің 700 теңге примерно. Мен негіз бұрын мынандай даф деген шампуньмен жуатын, шашымды осы маған ұнайтыншы. Көрейін дедім, алып. 1200 бір бәле теңге. Еще это со скидкой. Со скидкой. Уксус алдым, үйде уксус қамапты. Маринадқа деп қойған. Мен көбінесе етке қосам. И соевый соус жақсы көреміз. Потом пшик-пшик после освежитель. M&M's. И лимон. Бір лимоның 188 теңгеге шықты. Ал мынау уже бұл басқа жерден алды. Общий 1,5 теңге. Еще бізге түсіріп берді. Біздің Бауыржанмен бірге базардағы. Жақсы. Татаркаларда күшті істейді. Мынау қолдан істеген лагман алдым. Папаң ашып береді, баш, мен ойнап атқан жоқпын қызым. Мынау огурцы, маринованный огурцы, вообще огурцы деген енді. Бұндай огурцы жоқ шығар. Шымкентте де жоқ даже. Мынау капуста, квашеная капуста, кажется. Мен балам жақсы көреді. Не острый. Мынау квашеный. Это морковь, а это капуста. Мынаны балам жақсы көреді, азғантай алдым, басқа ешкім жемейді, содан басқа. Мынау квашеная капуста. Солениясы бар ғой, енді вообще шикарный. Сол бір жерден аламыз. Басқа жерден вообще банканың ішіндегілерден де күшті ғой, короче. Соленый огурцы еще вообще классный. Осы алғанымыз, анау 9400 бір нәрсе теңге, 10 супермаркеттікі, мынау 1,5 теңге. Ал өздерім есептей беріңіздер, арқылы қанша болған. Бұл әшейін күнделікті, кәдімгі көріп тұрсыздар ғой, не бар? Ештемеде жоқ. Памперстан бөлек, сместан бөлек. Алла өзі ақырын берсін, енді білмеймін, ақшаның құны түсіп кетті. Ешкім айлығы көтерілген жоқ. Адамдардың айлығы көтерілмесе, ол бізге де әсер етеді. Мен жұмыс істесем, менің жұмысыма да әсер етеді. Бауыржан жұмысына тікелей әсер етеді. Мұғалімдер, нелердің айлықтары. Енді барлық рабочылардың айлығы көтерілмесе. Бірақ ценалар деген ұшып баратыр. Бұрын освежительді біз 200 бәле сонда алушы едік қой, осы 1-2 жыл бұрын. Қазір мынау айтайын ба қанша? Со скидкой еще 700 бір нәрсе где-то. Тағы бір өзі бар, 1,5 мыңдай где-то. Мынау болады. Нормальный, если фруктовый. Сол осылай. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Аманшылық, тоқшылық, молшылық болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бір нәрсені ұмытып кетіппін. Қызыма Абадок ағам 250 теңгеге берді.
И өзіме не ағам? Гель для волос. Анандай кудрявый шашты как ухаживать ететінін көрсетем. Тоже түсіріпші. Кудрявый әдемі болады осындай. Өзім бір жуатын әдісі бар. Сонымен жуып көрсетемін. Пока тапқаным мынау енді тафтікі, Шварцкоптікі. Шварцкоп тафт жақсы негізі гелі. Если оригинал болса. 1570 теңге. Общий болды, чегі бар на жерде. Общий болды 1820 теңге. Мұны тағы да 15 мыңға барып тұр ғой сонымен енді конкретно. Грубо говоря. Осы сол.